Перизат Қайраттың ісін тергеу аяқталды. 100 тоннан тұратын материал сотқа жіберіледі. Біз біргеміз қоры басшысының алаяқтығынан 3,5 миллиард теңге шығын келген. Қаржы мониторинг агенттігі өкілі Перизат Қайрат тергеушілермен жұмыс істеуден бас тартқанын және кінәсін мойындамай отырғанын айтты. Сондай-ақ қылмыстық жолмен тапқан ақшаны жылыстатудың 2 дерегі қосылған, күдіктіден тәркіленген элиталы үйлер, машиналар, алтын бұйымдар мен қымбат сөмкелер, барлық мүліктің тағдырын енді сот шешеді. Алаяқтық Перизат бұл істе жалғыз емес. Оның анасы да алаяқтық және қылмыстық жолмен алынған ақшаны жылыстату бабы бойынша күдікті. Ол қазір үй қамағында. Екеуі де күдікті, екеуін де сотқа жіберіп жатырмыз. Ол да алаяқ деп жатырмыз, алаяқтық бабымен. Оның қатысы болғанда жағы қызына көмектесіп, жағы түскен ақшаны өзінің счетына алып, сол счеттан ақшаны банктен шешіп, үй алған, машина алған, гүл сататын магазиндер сатып алғанға көмек берген.